Бүгін біздің көптен бері өзіміз армандап жүрген, кездесуге ынтығып жүрген Алаштың үлкен қайраткері Ахмет Байтұрсынұлын биыл әлемдік деңгейде атын ұлықтауға үлкен атсалысқан Ернат бауырымыз келіп отыр. Ернат Мелісұлына бір қолдау қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Ернат бауырымыз әрқашан осы тарих факультетіне келіп, университетімізге келіп, жастарға мотивациялық сондай кездесулер өткізіп тұрады. Ернаттың абай ілімін, толық адам ілімін насихаттап жүргенін барлықтарыңыз білесіздер. Сонымен қатар Ернаттың ағылшын тілін меңгеруге жастарды үлкен үндеу салып насихаттап жүр. Алаш идеясын жастардың бойына сіңіруге өзіндік бір жол көрсетіп жүрген үлкен қайраткер тұлға деп білеміз. Биылғы жылы міне Ахмет Байтұрсынұлының атамыздың 150 жылдығына бір өзі жалғыз бүкіл еліміздің аманатын, Алаштың аманатын, жұрттың аманатын арқалап 5500 шақырым Астанадан Стамбулға дейін велошеру жасап келді. Барлық қазақ елінің рухын асқақтатып келді деп айтуымызға болады. Бұл кезіндегі ертегілердің батырлары сияқты, өзіміз оқыған батырлар жырдың батырлары сияқты сол алыс саяхатқа шығудың өзі бір үлкен ерлік деп білеміз. Ернатқа әрқашан қолдау көрсетіп отырайық. Ернаттай бауырларымыз аман болса, осы Ернаттың ізгі жолымен жүрсек, қазақ еліміздің рухы әрқашан биіктеді болады деп есептейміз. Ереке, сізге көп-көп рахмет. Осындай бүгін кездесуге келіп, осындай жастарға өзіңіздің бір ізгі ниет тілектеріңізді, осындай бір өзіңіздің идеяларыңызды беруге келісім бергеніңізге үлкен рахмет. Сонымен қатар біз білеміз, Ернат бауырымыз осы Астанаға келген кезде бір кішкене аяғынан нетіп қалып еді. Біз өткенде қатты уайымдап едік, келе ала ма жоқ па деп. Бірақ енді соған қарамастан міне бүгін осы барлық істерімді шегеріп қойып, осы бүгін кездесуге асыға келдім деп отыр. Бұған да болса біз өте қуанып отырмыз. Ереке, Алла шипасын беріп, тезірек сауығып, біздің ортамызда ойнақтап жүгіріп кетіңіз. Бүгінгі кездесуіміз енді сәтті өтсін. Көпке созбайын. Бүгінгі сұхбат кездесу Алаш апталығының қонағы Ернат Мелісұлы. Армысыздар, ассалаумағалейкум. Жәке, рахмет. Осы қара шаңыраққа, енді білесіздер ғой, Қарағанды қаласын жалпы Қазақстандағы кадрлардың ұстаханасы дейді. Біз енді Астанада мен тұрғаныма 16 жылға аяқ басып барады. Осы Қарағандының тумасы Бөкеті университетін түлек екенімізді білсе, бірден жұмысқа да бірден алады, бізді жақсы қабылдайды кадр ретінде. Енді осы Қарағанды Бөкеті университеті қазір Язов көшесі оңтүстік шығыс ауданында бас корпус орналасқан ғой. Бірақ оның басы тура осы ғимаратта басталған. Енді білесіздер ғой, осы академик Евней Арыстанұлы Бөкетовтің ректор болғандағы кабинеті, алғашқы сабақтардың өткені дәл осы ғимаратта, осы қара шаңырақта. Жаңа Жамбыл ағамыз айтты ғой, мен енді бұл жерге студенттермен кездесуге, жалпы кездесуге 3 рет келіп отырмын. Бұған дейін 2 рет кездесу болған. Бүгін 12 айдың 12-сі, біз енді санды жақсы көреміз ғой. Бір сәйкес сандар шығып жатса, тілеңдер, бүгін сондай бақытты күн деп жатамыз. Бүгін мұна Қарағанды қаласы осы желтоқсан айын үлкен бір идеологиялық, патриоттық іс-шараға айналдырып жатыр. Оқушылар, ана жерде оқушылар ма, студенттер ма, қыздар? Мұна оң жақта отыр ғой. Қыздар. Ана түртіңіздер жаңа қыз балаларды. Енді келдіңіздер ғой, бәрімізде телефон бар, айфон бар. Қазір цифрлы заман түсінеміз. Бірақ енді кішкене әдет сақтап, көркем мінез танытып бізге қараңыздар. Әлихан Бөкейхан атамыз айтады ғой, халқыңа, ұлтыңа, жұртыңа қызмет еті ол білімнен емес, мінезден дейді. Мінез ол көркем болу керек. Мінез деген бірін-бірі сыйлаудан, бірін-бірі тыңдаудан басталады. Ешкімде ерігіп отырған жоқ қой. Сондықтан құрмет көрсетіп, тыңдағысы келіп отырған адамдарға кедергі жасамаңыздар. Тыңдаңыздар, сіздер үшін бір сөз, бір ұғым,
миыларыңызды қопарып жіберуі мүмкін. Біз бәрімізде осы өмірге араласқан кезде осындай сөздерді естіп, сол бізді әлімге дейін жетелеп келе жатыр. Енді жаңа Жамбыл ағамыз біраз нәрсені айтты ғой. Осы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнін білесіздер ғой, нешесі екен? Нешесі? 5 қыркүйекте. Туған жері Қостанай облысы, сосын Торғай өңірі, сосын Торғайдың Жусанды даласы, нақтырақ Жангелді ауданы, Ақкөл елді мекені. Туған жері Ақкөл Сартүбек деп аталады. Біздің бәріміз перзентханада дүниеге келгенбіз. Біреуіміз Балқашта, біреуіміз Қарқаралының басында, біреуіміз Ақтоғайдың басында. Бәріміз тым құрғанда аудан орталығында дүниеге келгенбіз, иә? Қалада, облыс орталығында. Неге? Өйткені біз қазіргі заманның адамдары, аналарымыз енді дамыған заман ғой, перзентханаға барып босанады. Ал осыдан 100 жыл бұрынғы біздің аталарымыз өзінің үйінде, өзінің әкесінің, атасының туған топырағында, сол әулетінің үйінде босанған. Сол сияқты Ахмет Байтұрсынұлы, енді қазіргі өлшеммен айтсақ, Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай даласына қарасты Ақкөл деген жерде дүниеге келген. Оның ішінде Ақкөл деген көл. Соның тура қасында бір 2 шақырым жерде Сартүбек деген жер бар. Сол Сартүбек деген жерде дүниеге келген. Ол жердің Сары Түбек деп аталатын себебі, түбек дегенді білесіздер ғой. Түбек негізі немен байланысты? Түбек, шүмек емес, түбек. Сумен байланысты. Ал ол жақта қазір су жоқ. Бірақ сосын судың түсі көк болады ғой. Ал ол жер Сары Түбек деп аталады. Ахмет Байтұрсынұлының туған жердегі Сары Түбек деп аталады. Өйткені ол жерде құм басып жатыр. Құм. Мен кәдімгі өз көзіммен көрдім сол кісінің туған жері. Сары, сосын Түбек сияқты. Бір жақтары жасыл желек, бір жақтары орман болып жатыр. Сол жер кәдімгі сап-сары шөл, дала болып жатыр. Құм басқан, құмдау. Сондықтан ол жерді Сары Түбек деп атайды екен. Енді мен негізі кәсіби спортшы емеспін. Спортта ешқандай дәрежем жоқ. Бірақ өзімнің велосипедті, белесебетті, теміратты осы бір тұлғаларымызды насихаттауға, арыстарымызды бір ұлықтауға бір құрал ретінде пайдаланам. Осы белесебетті. Осы бір арман болды. Шетелге шығу деген. Енді соңғы 5 жылдан Әлихан Бөкейхан туған жерін білесіздер ғой, Ақтоғай. Сол жер менің де туған жерім. Өзім тұратын Астанадан 2018 жылы сол Ақтоғай аудан 90 жылдығы болғанда, Астананың 20 жылдығы болғанда, сол Астанадан Ақтоғайға 500 шақырымға дейін бесветпен бардым 4 күнде. Сол Әлихан Бөкейхан туған жеріне. Сол кезден басталды. Сол кезден бастап мен көзім жетті. Мына белесебет жай ғана оған отырып алып, 2 қолмен 2 рөлге жабысып алып, ана педальды 2 аяқпен айналдырып, құйрықты орындыққа басып, тек қана жүре берген емес, онымен насихат жасауға болады екен деген менің миыма кірді де, содан бастап жыл сайын велошеру жасайтын болдым. 2019 жылы мына қазір Ұлытау облысына қарай Жаңаарқаудан 90 жылдығы. Сосын Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығы болғанда осы Қарағанды қаласынан сол Атасуға дейін бардым Жаңаарқаға 2019-да. 2020 жылы пандемия басталғанда, пандемия ол коронавирус сондай қысылтаяң кез болып жатқанда, бүкілі оқшауланды ғой, енді білесіздер. Сол кезде үкімет қаулы шығарды. Қыркүйек кезінде далаға шығуға болады, физикалық жаттығу жасауға. Бірақ 3 адамнан аспасын деп. Соны пайдаланып, осы Астанадағы Абай ескерткішінен бастап, Абай атаның 175 жылдығын насихаттауға үлес қосу мақсатында Екібастұз, Павлодар, Семей арқылы Жидебайға дейін бардық, 1088 шақырым болды. Одан кейін 2021-де мынау Ахмет Байтұрсынұлының бүкіл алаш қайраткерлерінің ар жағында тұрған рухани ұстазы
қазақ даласындағы білімнің жаңаша шамшырағын жаққан Ыбырай Алтынсарыұлының 2021 жылы 180 жылдығы болды. Ыбырай Алтынсарыны қайда жатқан білесіздер ме? Қайда жатыр ол кісі? Абай қайда жатыр? Абай Құнанбайұлы. Семейде Жидебайда жатыр, иә? Ал Ыбырай Алтынсарыұлы қай жерде жатыр? Кесенесі қай жерде? Қостанай қаласының дәл іргесінде. Мысалы, мынау Қарағанды мына жерде Пышақтинский болса, ол кісі сол Пышақтинский жерде жатыр. Сол Астанадан шығып 750 шақырым жүріп, сол кісіге насихат жасау мақсатында және әруағына тағзым ету мақсатында сол Қостанайға бардық. Сол кезде менде бір арман пайда болды. Енді елімізді аралап жатырмын. Ақмола облысы, Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар облысы, Қостанай облысын біраз араладық велосипедпен, насихат жасадық. Енді бір шетелге шықсам ғой деген бір көкіректе арман пайда болды. Содан осы Ахмет атамыздың 150 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО мойындады. ЮНЕСКО ұйымы Біріккен ұлттар ұйымының білім, мәдениет, руханият жөніндегі ұйымы. Әлемде қазір 8 миллиардтан астам халық бар. 8 миллиардтан астам, 200-ге жуық мемлекет бар. Соның ішінде тұлғалар бар. Бүкіл адамзатқа ортақ деген. Кез келген мемлекеттің, кез келген ұлттың қандай да бір тұлғасын ЮНЕСКО ұйымы мойындамайды. Оларда қатаң комиссия болады. Кәдімгі әлемдік деңгейдегі тұлғалар, ғалымдар кәдімгі сараптайды. Бұл тұлға сонша, бұл Ахмет Байтұрсынұлы анау шөлде, Сартүбекте туған, 67 жасында атылған. Бұл адам не істеді сонша деп, бұл қазақ үшін ғана қызмет қылды ма? Әлде мына 8 миллиард халыққа бір пайдасы тиді ма деп сараптап 2021 жылдың желтоқсан айында олар шешім шығарды. Бұл әлемдік деңгейдегі тұлға. Бұл тек қана қазаққа ғана емес, бүкіл әлем халықтары мақтан тұтатындай, оның өмірін, істерін үлгі тұтатындай тұлға екен. Сондықтан ЮНЕСКО көлемінде аталып өтсін деген шешім шығарды. Мен соны асыға күтіп отырып, желтоқсан айында сол ЮНЕСКО сайтына кіріп, ана жиналысын қадағалап, олар жиналыс өткізді, хаттамасын күтіп отырдым. Сол шыққаннан бастап, енді мен бұған осы велошеру жасап, бір шетелге шығайын деген мақсат пайда болды. Енді тарихымды айта отырайын. Содан басында ЮНЕСКОның штаб-пәтері қайда орналасқан? Парижде орналасқан. Мен бастапқы арманым Парижге бару болды. Парижге дейін бір 10 000 шақырымдай жер. Соған барайын деп солай жоспар құрып келе жатқан. Содан бір күні бірнеше ай өткеннен кейін үйдегі жеңгелеріңіз сауырлайды, мен осы кішкентай күтіп отырмыз деп. Мәссаған үлкен қуаныш, оның мерзімі қашан десем, қараша ай дейді. Онда қалай болады, мен велошеруде жүрем ба? Мына үлкен жаңалық қой, үйде болғым керек қой деп. Содан Түркияға дейін шегердім, Стамбулға дейін. Содан Стамбулға дейін 5 қыркүйектен бастап 55 күнде 5555 шақырым жүрдім. Сол елге барған кезде, сіздер білесіздер ғой, 5 қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев барады Торғайға. Бүкіл осы әлем мойындап отырған тұлғамызды бүкіл республикалық деңгейде тойлайды, атап өтеді деп отырған кезде, ана 400 шақырым жердегі Амантоғай деген жерден, Әулиекөл деген жақтан өрт шықты да, орман өрті шықты да, ол тойланбай қалды. Ал біз велосипедіміз арқылы мен сол жаққа бардым. Бірақ сол жерде ешкім келмеді. Үкімет басшыларынан, облыс басшыларынан дәл туған күнде, дәл 150 жасқа толған күнде ешкім келмеді. Қаншама киіз үй тігілген, қаншама ат жарысқа адамдар әкелген, қаншама балуандар келген, бүкілін шегеріп тастады. Содан енді мен ниетім менгі бір андай ойын сауық емес қой. Бір велосипедпен жүретін, сондай насихат жасайтын, ән айтатын емес, кәдімгі жаныңды қинап, педалды айналдырып, күннің ыстығында, суығында, желге қарсы, жаңбырдың астында, жаңа шөлмен деген сияқты. Ана фуралар, камаздар зулап ата соның шетінде. Енді сондай іс-шара болғандықтан маған енді кедергі болған жоқ. Бірақ сол жерде екі үлкен іс-шара болды.
бірінші іс-шара Ахмет Байтұрсынұлының тура туған жерінде ол кісінің әкесі жатқан қорым бар екен. Әулет қорымы дейді, әулет. Әкесі Байтұрсын жатыр, ағасы Қали жатыр. Сол жерге Ахмет Байтұрсынұлының атылған жеріндегі Алматыда атқан ол кісіні. Ол кісі көзі тірі кезінде армандапты. Өлеңдерінде бар. Шіркін мен Ақкөлде жатсам ғой деп. Әр адам, әр қазақпын деген адам өзінің ата мекенінде, өзінің ата жұртында мәңгілік мекенін тапсам, сол жерге жерленсем деп армандайды. Мысалы, менде мынау туған жерім, туған топырағым, анау Ақтоғайда Қуанышта жатсам деп біз армандаймыз. Бұл біздің ата дәстүріміз. Мынау жер, Ұланбайтақ жер қалай сақталып отыр? Сондай әруақтардың біздің 77 атамыздың молалары жатқандықтан қазақтың батырлары, жігіттері сол моланы біз жауға таптатпаймыз деп солай қорғаған. Сұрақ қоясыз? Бірақ негізі қайда жерленген екен белгісіз ғой, иә? Дұрыс айтасыз. Атыңыз кім? Досымжан. Досымжан, бәрекелді. Досымжан менің досым. Осылай сұрақ қойып отырыңыздар. Сіздердің осындай сұрақ қойып, қол көтеріп, лезде сұрақ қойып отырсаңыздар, мен дәріс беруші адам ретінде көңілім марқаят. Яғни жастар тыңдап отыр. Әңгімеміз бос кетіп отырған жоқ деп. Ол кісінің қайда жатқан шында да белгісіз, бірақ соңғы ақтық демі үзілген. Сұлаған жері, соңғы қаны төгілген жері, жаны шыққан жері белгілі. Ол Алматы қаласының дәл іргесінде. Ол жерде қазір мемориалды ескерткіш орнатылған. Енді сол кісінің ұрпақтары, ауылдастары Ахмет Байтұрсынұлының аманатын орындау үшін осы биылғы дәл туған күнде 5 қыркүйекте сол атылған жеріндегі бір уыс топырақты алып, Сартүбектегі әкелері жатқан жерге кеп соны салды. Негізі ол топырақты 5 қыркүйекте президент салу керек болған. Бірақ жаңағындай оқыс оқиға болды, бара алмады. Содан сол жақтың ауылдастары, ақсақалдары біздің ниетімізді қолдап, кәдімгі тебіреніп, сол топырақты салуға бізге мүмкіндік берді. Мен сол үшін бақытты сезінемін. Маған қазір айтады, сен неменеге осы 2 ай бойы 55 күн бойы 5555 шақырым анау Торғайдан шығып, 4 облыс, Қостанай, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстаудан өтіп, ана Грузия, Түркиядан өтіп, мынау дамыған заманда ұшақ бар, көлік бар, пойыз бар, неменеге велосипедпен бардың деп. Мен өзі Жамбыл ағамыз айтты ғой, біз рухты жоқтаушымыз, бізге қазір рух керек. Рух деген не нәрсе? Рух деген ол мотивация, рух деген энергия. Біз адам жаратылғаннан кейін біздің бойымызды бір күш билеп тұру керек. Бойымызды бір күш кернеп тұру керек. Ал біз ол күшті қайдан аламыз? Ол күшті біз осы Ахмет сияқты, Әлихан сияқты, мынау Алаш Арыстар сияқты өзінің өмірін ғана, өзінің еңбегін ғана емес, өмірінде осы азаттық жолында, ұрпақ жолында құрбан болған осы кісілердің өмірінен аламыз. Енді осы сол Торғайда басталды ғой. Мен өзі анау бір нәрсені адам армандайды ғой. Кәдімгі ұйқы көрмейсіз, кәдімгі қағазға сызасыз, қаншама картаны қарайсыз, қаншама видеоны қарайсыз. Әлі бармаған жер, көрмеген жер. Сол қалай болады деп, соны күтіп, сол күн келді. Сол кезде, не өшіп қалды ғой? Қазір жансын еді. Мына жерде видеолар бар енді. Қазір жаңған кезде көрсетеміз. Содан сол күні басталды. Менді басында алдыма бірнеше мақсат қойдым. Сол мақсатымның барлығына артығымен орындалды. Кәдімгі бойымда бір шоқ бардым. Осы Алаш Арыстарына деген бір іңкәрлік бардым. Сол кәдімгі осы сапардың нәтижесіне мазда отқа айналды. Енді осы бойымыздағы осы көрген білгенді мына жастармен бөлісейік деп отырмыз да. Сол қосып болады ғой. Қазір сіздерге дәл 5 қыркүйекте осы велошеру қалай басталды? Дәл бірінші күн қиын болды. Бірінші күні плюс 40 градус болды. Және анау шөл далада
біздің Ахмет Байтұрсынды керемет ұлықтаймыз ғой. Бірақ ол кісінің туған жерінде 100 шақырымға дейін аудан орталығына дейін жол салынбаған. Телефон just position. Just short. Ерметжан аяғың ауырса отырып айтуыңа болады ғой. Сол кешірім болады. Сұрақ қойсам болады ма? Осы қойыңыз. Негізі Халел Ғаббасов туралы айта аласыз ба? Себебі ол да алаш зияшы. Кім туралы? Халел Ғаббасов. Халел Ғаббасов туралы? Иә. Негізі Халел Ғаббасов туралы білеміз ғой, бірақ енді ол кісі туралы қазір айта алмаймын. Аз берілген ол кісі туралы. Дұрыс айтасыз. Онда досымжан, сіз сол кісіні таратсыңызшы. Сіз айналысыңыз. Көрдіңіз, сіздің жүрегіңізде бір шоқ тұр. Шоқ. Сол шоқты әрі қарай үрлеп бір отқа айналдыру керек та. Сонда сіздің отыңыздың жылуы, отыңыздың жарығы басқа адамдарға тиеді. Көрдіңіз, сіздің анау жүрегіңізге маза бермей тұрды, сондықтан сұрақ қойып тұрсыз. Енді осыны сізден қазір енді 25 мың алаш қозғалысының мүшелері атылған дейді ғой. Енді соны ойлаңызшы, біз оның азынаулығын ғана білеміз де. Осыған дейін жақсы зерттелген, жақсы насихатталған адамдар, тұлғалар бар. Біз соны ғана шиырлап жүрміз әлі. Жаңа досымжан ініміз айтқандай, әлі насихатталған қаншама алаш зиялысы бар. Мынау енді сол Сарытүбекте ана үй тұр ғой. Ол үйді сол Қостанай облысының әкімдігі биыл салған. Тура сол үйдің орнында қыстаудың үйі болған. Сол қыстау үйінде Ахмет Байтұрсын дүниеге келген. Ойлаңыздар, осындай шалғайдағы қазақтың бір даласының қиырындағы туған ол 150 жылдан кейін бүкіл әлем мойындаған тұлғаға айналды, мақтанышына айналды. Қазір ашылу қиындап Міне осы Әлихан Бөкейхан туған қазақты Қазыбектің ұрпағы. Міне осы Әлихан Бөкейхан туған жердің азаматы. Міне Ахмет атамыздың елден бастап, анау Түркиядағы Стамбулдың Мұстафа өз түріктің есіне дейін зиратына бармақшы. Міне ақшыл тілерінде Мына жерде видео айналмай тұр. Дауыс естілді бірақ, иә? Енді осы менде Қазақстанға аса тоқталмай қойын, иә? Уақытымызда тығыз. Сол Грузияда, сосын Түркияда көргендерімді сіздермен бөлісейін. Мына Белсетпен жүрген кезде адамның концентрациясы жақсы болады. Көлікпен жүрсеңіз, пойызбен жүрсеңіз, ал ұшақпен жүрсеңіз тіпті зу ете қаласыз да, көп нәрсені көре алмай қаласыз. Ал Белсетпен жүрген кезде әр жердің, әр қадам аттаған сайын қандай жер бар екен, қандай көретін нәрсе бар, ол жерден алған әсер ол басқаша болады. Енді осы велошеру мен Белсетпен жүрдің бір артықшылығы. Сосын ол жерде сіз кішкене жаныңызды қинап жүресіз. Сізді әр уақыт, әр сәт сайын мен не істеп жүрмін деген сұрақ мазалайды. Не істеп жүрмін мен, ерігіп жүрмін ба деген сияқты. Сол кезде ол тәннің сұрағы ғой. Адамның бойында қиналатын нәрсе негізі тән ол. Адамның тәні, денесі қиналады. Ана ойбайлайтын, қынсылайтын сол біздің тәніміз. Ал алға қарай жетелеп, Ахметтер сияқты ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Енді ойлаңыздар, өзің туған тілін өркендету үшін, өзің мынау жерін аман сақтау үшін 5 рет түрмеге түскен адам. Анау Сібірге, Архангельск сол жаққа дейін айдауда болған адам, суық жерде, жылы жерде отырмаған, жайлы төсекте жатпаған, тойып тамақ ішпеген осы Ахмет Байтұрсынұлы арып, ашып, азып, тозып жүріп өмір сүрді ғой. Енді сол кісіні, оның қиналған ол тәні. Ана суреттерін көрсеңіз, алаш қайраткерлерінің бір қатарының
атылар алдындағы суреттері бар. Сонда қарасаңыз, мынау жақтары суалып қалған, кәдімгі кәртайып кеткен. Әйтпесе бір 50 жастағы, тіпті 40 жастағы адамдар ғой. Көріңіздер, бірақ көздері от шашып тұрған. Адамның рухы, адамның жаны сыртқа көз арқылы көрінеді екен бірінші кезекте. Енді осы рухты күшейту үшін осындай бір заманауи іс-шаралар керек бізге, жастарға. Содан Грузияға барып, алғашқы 120 шақырым артта қалды. Қазақстандық Ернат Қашқынов 5555 шақырымға созылатын жаңа сіздер айттым ғой, велошеруді бастады. Әуесқой спортшы бұл сапарын ұлт ұстазы Ахмет Байтұр. Мен өзі Хабар 24 телеарнасына жұмыс істеймін, сонда шетелдік шолушы. Осы Хабар 24 телеарнасы маған үлкен ақпаратты қолдау көрсетті. Осы басынан аяғына дейін әр сапардың әрбір бөлігін көрсетіп отырды, халыққа жеткізіп. Мынау дәл бірінші күнгі жүрген кезім. Енді осыны бір тамашалап алыңыздар. Алғашқы 120 шақырым артта қалды. Қазақстандық Ернат Қашқынов 5555 шақырымға созылатын халықаралық велошеруді бастады. Әуесқой спортшы бұл сапарын ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арнап отыр. Сәйкесінше велошеру Ахмет Байтұрсынұлының туған ауылы Сартүбектен бастау алды. Және алғашқы күні ол 120 шақырымды бағындырып, Торғай елді мекеніне келіп тоқтады. Дәл осылай Ернат енді 55 күн бойы қос дөңгелекті серігімен жүріп отырады. Осы аралықта Қостанай, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарының аумақтарынан өтеді. Кейін теңіз арқылы Баку қаласына жетіп, ары қарай Әзербайжан, Грузия және Түркия елдеріне де табан тіремек. Соңғы нүкте Стамбул қаласы. Аялдаған жерлерінде Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерін насихаттап, тарихи және рухани құндылықтарға ерекше ден қоямын дейді жоба авторы. Айта кетейік, қазақстандық әуесқой және кәсіпқой спортшылар арасында бұндай бастама алғаш қолға алынып отыр. Енді осылай басталды. Айттым, мен осы соңғы 4 жылда велосипедпен жүре беретін болдым, жыл бойы, қыста да. Осы биыл 10 ақпанда Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арнап Астана қаласында триатлон парк деген бар. 10 ақпанда қыстың күні ғой. Сол кезде 150 жылдыққа 150 шақырым деп, сол триатлон парктың бір айналғаны 3000 шақырым, соны 50 рет айналып шығып, Қазақстанның рекордын орнаттым. Енді ондай ниетім болған жоқ, бірақ сол ана Гиннесті білесіздер ғой, Гиннесті. Енді Гиннес деген бар екен. Гиннес деген осы Қазақстанда бір іс-шараны алғаш рет жасаған адам, жетістіктер солай тіркеледі екен. Солай тіркеліп, ол анау 10 ақпан деген қай кез ол? Ол кезде біздің рухымыз жылап жатты. 10 ақпанды білесіздер ғой? Қаңтар оқиғасы болды. 30 жыл бойы Қазақстанның дамуы бір дағдарысқа ұшыраған. Қыл көпір дейді ғой, өләрі кезең. Сол кезде өткізгім келді, сол кезде негізі қыстың күні жүріп жүрген, бірақ бір күнде 30 шақырым жүрген. Сол тәуекел етіп, сол күні жүріп, сол күннен басталды. Енді мен анау тауға да қарсы, жаңа биік тауларға, сосын желге қарсы қатты жел соғады ғой. Сосын анау құм бар, әйтеуір қандай қиын жол болсын, қандай қиын ауа райы болсын, соған жүріп, 5 жылда әбден машықтандым, бірақ оның бір жаман жағы да бар екен. Мен кәдімгі қармен болсын, желге қарсы болсын, бұлай көпірге қарай болсын, өрге қарай болсын жүрген кезде ол салмақты сезінбейтін болыппын. Кәдімгі аяғым айналдыра береді, ойым бәрі басқа нәрсені ойлап кетіп жатыр. Басында жүрген кезде аяққа қарап, бүйтіп қиналып кішкене сөйтедім. Мына Түркияға барып келгеннен 5550 шақырымды бағындырғаннан кейін маған жеңілдей түсті да. Содан сайлау болатын күні 20-шы қараша күні таңертең сол жұмыс жаққа бара жатқан кезде велосипедпен содан мұзға тайып құладым да, содан оң жақ тобығымды сындырып алдым. 3 апта бұрын. Содан кейін күнделікті осындай кездесу, сұхбат, бәрі жоспарланған, бәрін шегеріп, тек осы іс-шараны ғана шегермеген. Өйткені
Алаш деген тақырып ол біздің жанымыз, ол біздің өміріміз. Біздің тірі қалуымыздың, ана атақты Шекспирдің Гамлеттің аузына салатын сөзі бар ғой, to be or not to be, that's the question деген. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Боламыз ба, әлде бордай тозамыз ба деген. Мынау Алаш қозғалысы, Алаш автономиясы, Алашорда үкіметі, бұл біздің қазақ ретіндегі, Қазақстан Республикасы ретінде болу болмауымыздың мәселесі бұл. Осыны жастар сезіне аласыздар ма? Ал оны біз сезіну үшін біз оны тануымыз керек біріншіден. Адам бір нәрсені таныса, бір нәрсені білсе ғана оны сүйеді. Тек сонда ғана ол үшін жанын береді. Мысал қараңыздар, орысша сөйлейтін адам, мейлі ұлты қазақ болсын, орыс тілінде ойланса, ол қазақ тілі үшін басын қатырмайды ол. Ол мынау қазақ жері үшін басын қатырмайды. Ол ойлайды, я гражданин мира деп. Солай ол басқа мемлекеттің, басқа ұлттардың жемі болады. Бұл үлкен қақпан бұл. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан отарлау деген ең жаман нәрсе, ең жаман қасірет, ол отарлау. Мына Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхандар, Әлімхан Ермек, Жақып Ақбай, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев, бұл кісілер не үшін бәйгеге тікті басын? Олардың бәрі білді өлетінін. Азапталатынын білді, не үшін басын бәйгеге тікті? Өйткені олар сол өзінің өмірі арқылы, еңбегі арқылы, осы қайратаны, табандылығы арқылы көрсетіп кеткісі келді. Міне мінез деген осы, мінез деген. Сондықтан қазіргі мынау біздің қоғамдағы, қазір біздің замандағы қазақпын деген жастардың бір, Абай айтады, ойыншы күлкішілдік дейді. Абайдың осы қазақтың бойындағы, жалпы адамның бойындағы сынаған мінездерінің бірі ойыншы күлкішілдік. Қазір мынау цифрлық әлем дейміз ғой, гаджеттер, диджитал ғасыр, қазір дәуір. Мынаның бізге ең үлкен дерті ойыншы күлкішілдікті бізге таратып отыр. Ал ойыншыл, күлкішіл болған адамның басында ғапылдық көп өтеді. Ғапылдық деген ол ойнап отырып, жыртақтап отырып, көзімен көрмей қалады, құлағымен керек нәрсені естімей қалады, солай ол өмір өте береді оның. Әр минуты, әр сағаты, әрбір күні, аптасы. Ал бұның жауапкершілігі әр жағында елден айыру, жерден айыру деген нәрсе тұрады. Мына енді тілге байланысты айтып, мен Грузияға барғанда енді орыс тілін білеміз, ағылшын тілін білеміз, бірақ грузин тілін білмейміз ғой. Барсақ, өзі 3,5 миллион ба сондай халқы бар ғой. Қаласында да, даласында да, ана таулардың басымен жүрдім мен. Қазбек таулар дейді ғой. Ормандардың ішімен жүрдім. Қаласында да болдым. Өркениетті жерінде. Сонда олар орысша сөйлемейді екен. Тек қана грузин тілінде сөйлейді. Ол бір білімсіздіктен емес. Олар сол 3,5 миллион халық, біздің жойылмауымыздың бірден бір кепілі осы тіл деп соны кәдімгі орнықтырып отыр. Міне мен осыдан ғибрат алдым. Біз бір жерге бармай, бәлен елде осындай екен, Жапонияда андай екен, Германияда мындай екен деп айтамыз ғой. Бірақ оны көзбен көрген кездегі сезіну басқаша болады. Одан кейін Түркияға барғанда, патриотизмнің, отанын сүюдің, тарихын құрметтеудің, өзін сол өз елінде, өз жерінде мемлекет құраушы, мемлекет құрушы ұлттың өкілі ретінде өзін биік ұстаудың ең жақсы үлгісін Түркиядан көрдім, түріктерден. Сонда мен осындай, менді жүрген кезде маған көбірек сөйлесу керек, көбірек тілдесу керек. Сол кезде осы жастармен сөйлесем, сол жүрген кезде мен біраз аз-маз түрікше үйрендім сол жерде жүріп. Сонда солармен сөйлескен кезде олар айтады да, бізде 85 миллион түрік бар дейді. 85 миллион әскері бар дейді. Міне осы сөз маған қатты әсер етті. 85 миллион. Ал сендер сонда, мен енді ол жастар ғой сіздер сияқты. Жас өспірімдер.
Мен одан сұраймын да, сонда әскер деген ол соғысатын адам емес па? Ненің әскерсің десек, олар айтады, біз Тұран бірлігінің, Түрік Республикасының, түрік тілінің, түрік тарихының әскеріміз дейді. Енді мен осы неде Қазақстанда жүрген кезде сапарға кетіп бара жатқанда мына бір екі шетелдік маған қарсы кездесті. Олар шотландиялықтар екен. Жастар тез отырмаңыздар, е? Шотландиялықтар екен, екі шотландиялық кездесті, ерлі зайыпты адамдар. Екеуі белсетпен келе жатыр. Бұлар анау Маңғыстау даласында кездесті. Мен Маңғыстаудан Әзербайжан, Грузия жаққа кетіп бардым. Бұлар ол жақтан бері қарай келе жатыр екен. Міне бұлай кетіп бара жатқанда түсірген ғой. Видео ойнамай тұр. Көріп тұр ғой сұлбасы. Бұл екі кісі шотландиялық. Ана вела шеру, белсетпен жүріп насихат жасаудың мағынасы қандай деген түсіндіргім келеді осы мысал арқылы. Бұл кісілердің наурыз айында Шотландиядан шыққан екен. Күйеуінің жасы 54-те, әйелі 49 жаста, ерлі зайыпты. Бой жеткен 3 қызы бар екен. Сіздердей 3 қызы бар екен. Олар өздерімен өздері кеткен. Содан бұлар біз әлемді 2 жылда аралап келейік деп, сол белсветті алып шыққан екен. Әлемді аралаймыз деп. Мен ол кісілерге айтам, сіздердің сонда миссияңыз не, мақсатыңыз не десем, ол кісілер айтады, біз Украинаға көмектескіміз келеді дейді. Украинада қазір соғыс болып жатыр, бірақ бұл соғыс биыл ма келесі ма бітеді, ал біткен кезде оларға қалпына келтіру керек дейді. Қаншама осындай оқу орындары, ауруханалар, балабақша, мектеп бәрі қиратылды ғой. Соған ақша керек дейді. Біз соған ақша жинағымыз келеді деп екеуі кетіп бара жатыр. Қазір бұл кісілер қай жерде? Мен Инстаграмда доспыз, қарап отырамын, сөйлесіп отырамыз. Бұл кісілер неден? Вьетнамнан асты әрі қарай. Вьетнамнан әрі қарай асты. Енді осындай бір жаңа бір үрдістер бар. Мынаны қоссақ ойнаймын екен. Енді мынандай видеолар сапасыздау бір ойнамай жатыр, мен кешірім сұраймын енді. Бұл менің кінәм болып отыр, ұйымдастырушылардың кінә жоқ. Өйткені мына видеоның бәрін мен телеграммен таңертең жіберген ғой. Бірақ мұн жаққа келсек дұрыс ойнамай жатыр енді. Сол үшін кешірім сұраймын. Ал егер қараймын десеңіздер, Ернат Мелсұлы деген Инстаграм тұр ғой, сол жерде біраз жүктелген. Сол жерден толығырақ танысуға болады. Одан кейін суретті көрсетті, сон жағында. Мәшінен көрсет саламыз, Мұна 9-шы позиция. Мұна қандай көлік екен білесіздер ме? Жаңағы қойсаң сурет. Үлкейді. Мұнау қандай? Кімнің көлігі? Не көлік? Гитлердікі. Тағы жақсы адамдікі. Ататүріктікі. Ататүріктікі. Мынау Түркияның астанасы. Түркияның астанасы Анкарада Аныт Қабыр деген мавзолей бар. Аныт Қабыр деген мавзолей деген сөз. Кесене. Сол жерге Ататүрік жерленген. Ататүрік жерленген. 1923 жылы 29 қазанда олар Түрік Республикасы деп жариялайды. Ал содан 6 жыл бұрын 2017 жылы мынау Әлихан, Ахметтер бастаған Алаштың қайраткерлері 6 жыл бұрын Түрік Республикасынан Алаш автономиясын жариялаған. Түріктердің Ататүрікін бұлардың сол 1923 жылы 29 қазанда Түрік Республикасын жариялағандығын бүкіл әлем біледі. Бүкіл туристер барады. Мен де бардым осыған. Мұнау өзі Ататүрік көзі тірі кезінде, сол президент болып сөйтіп жүрген кезінде 6 көлік мінген екен. 20 ғасырдың басында көліктер ғой. Мұна көлік негізі әбден быт шыққан көлік қой.
негізі әбден бітіп шыққан бұл көліктің. Бірақ түріктер, ана жерде, мына жерде экран тұр ғой, сол жақ төменде. Сол жерде бұны реставрация жасаған. Сосын апта сайын тазалап отырады екен. Жылтыратып, жалтыратып, жарқыратып ұстайды бұны. Осы көлік музейде тұр, кәдімгі жабылған. Осылай қадірлейді. Сосын ол жерге барған кезде, ана антқабырға кірген кезде, ол жерде кәдімгі тірі әскер қарауыл тұрады, күзет тұрады. Солар енді хабарларыңыз бар шығар, қазір интернеттің, мен соны барып көрдім, сол барып көрген кезде, аналар кеп, осылай адымдап кеп, жаңа түрікше сөйлеп, түрікше анау пәрмендерін беріп, сөйткен кезде кәдімгі, бүйтіп жалындап тұр кәдімгі. Сосын қақиып тұрады ана жерде. Оны барып, адамдар барып, көзіне бүйтіп, не жүр, жоқ, қақиып тұрады. Міне қандай құрмет. Біздің, міне жастар, ана, кімдер айтты ғой, Ахметтер, ел бүгіншіл, менікі ертеңгішіл дейді. Осы жастардың, қазақ жастардың, бізден бастап, біздің мойнымызда парыз бар, қарыз бар. Осы Түркия Республикасы, түріктер, Ататүрікті қалай қадірлейді? Оның әрбір ұстаған, міне мына жерді ғана ұстаса, міне ол тек қана өшірге ғана қол тиеді. Бітті осыны әспетті қоқ қойды олар. Өйткені Ататүріктің мына жерде міне бір саусағының ізі қалған дейді. Осылай қадірлейді. Осыны осы студент кезден бастап, осы жастар сіңіру керек. Енді мына өзіміздің туған қаламыз ғой, Қарағанды қаласы. Қарағанды қаласына қазір мына республика бойынша бүкіл зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, өз ұлтын қазағым деген бүкіл адам риза болып отыр. Әлеуметтік желіден де көрсеңіздер, былай сөйлесеңіз, бәрі риза болып, тәнті болып отыр. Осы Қазақстан бойынша ең алғашқы бір айға дейін созылатын Алаш айлығын осы біздің Бөкет университет тарих факультеті ұйымдастырып отыр. Міне осылай құрмет пайда болып келеді Қарағандыда. Енді өткенде мына менің алдымда алаштанушы ғалымдар презентациялар жасады, осындай дәрістер берді. Бұның бір жақсысы анау Фейсбуктан тікелей эфир жасалып жатыр да, соның бірін қалдырмай, сол 12-ден 1-ге дейін бәрін көріп отырмыз, риза отырмыз өзіміз. Сонда Қайырбек ағаларыңыз Алашорда үкіметінің құрамын көрсетті ғой, неше мүшесі болған? Алашорда неше мүшесі болған? 15 мүшесі болған, төрағасы Әлихан Бөкейхан болған. Сол 15 мүшесінің үшеуі осы Қарағандының топырағында туған. Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермек, Жақып Ақбай. Сонда 15-тен 3 адамды алғанда неше пайызы? Неше пайызы? 20 пайызы. Сонда Алашорда үкіметінің 20 пайызын осы Қарағандының тумалары құраған. Өткенде президентіміз осында келген кезде сапарында айтты ғой, бұл Қарағанды үш арыстың атамекені деді, үш арыстың туған жері деді. Міне осы сөз, осы тіркес, мынау қазақтың студентінің, қазақтың жастарының миында тұру керек. Міне энергия, рух деген осы. Енді соны әрі қарай қалай насихаттаймыз деген сөз, Қазір аға сұрақ қойыңыздар. Сіз өзіңіздің темір тұлпарыңыздың қай жаққа алдыға қойған қандай мақсаттар? Енді мен осыдан бір 3 апта бұрын осы сұрақ қойылған кәдімгі зуылдататын. Енді аяғым жарақаттанғаннан кейін енді аяғым жазылғанын күтіп отырмын. Бірақ осы велошеруге қатысты менің ең үлкен бір ең басты негізгі арманым бар. Соны іске асырсам болды. Енді оны алдағы уақытта осы қарап отырайық, өйткені анау қазір сөзден де қорқып қалдық, шыны керек. Бірақ алдағы уақытта бұл бір насихат ретінде алдағы уақытта жалғаса береді, Құдай қаласа. Негізгі түпкі мақсатым осы әлемді аралап шығуға Белсветпен. Бірақ олында ана Белсветке отырып барып,
жүрмей, осы қазақ екенімізді көрсетіп жүрген кезде сен нақты адамдармен сөйлесесің. Мен мысалы осы 5555 шақырым жүрдім ғой. Жүрген кезде нақты адамдармен сөйлесесің. Грузин болсын, түрк болсын. Бұл Грузияда, Түркияда сан алуан ұлттар бар. Солармен сөйлесесіз, солармен пікірлесіз, олардың назары ауады. Ана Кутайси деген қаладан Грузияның Батуми деген қаласына дейін электр пойызы жүреді екен. 2-ақ лари тұрады екен. 2-ақ лари. 157 шақырым ғой, 2-ақ лари тұрады. Маған айтады, соған неге мінбейсің дейді. 2 лари дегеніміз 1 лари 350 теңге, 700-ақ теңге екен. Және оларда кішкене дамыған ғана электр пойыздарын белсет қоятын арнайы орындар бар екен. Соған қоясың да 1,5 сағат ішінде зыр етіп бара қаласың, неменеге азаптанасың дейді. Сөйтеді де сұрақ қояды, кішкене мысқылдап тұрады дейді. Енді сол кезде мен жауап беруім керек қой. Сол кезде жауап берген кезде жоқ деп мен белсетпен жүрмін. Мен насихат жасап жүрмін деген кезде кімді насихат кімді және қандай идеялар насихаттап жасап жүргендігімді айтқан кезде олар сол сөзге тоқтайды. Олар сол нәрсе оларға әсер етеді, миында қалады оларды. Сосын қасындағы басқа адамдарға барып айтып жатады. Мысалы, жол бойында кіммен сөйлесеміз көбінесе? Барасыз, бір жерден барып кофе ішесіз, тамақ ішесіз, сол кезде даяшы келеді жаңағы, грузин мысалы, немесе түрік. Келеді жаңағыдай сұрайды, ананы қояды, сосын айда кетеді, ана жерге барып айтады, олар келіп айтады, сосын суретке түседі. Енді осындай бір месседждарды жеткізу ғой, месседждарды жеткізу. Және бұл бірінші кезекте мен өзім үшін. Біз мысалы қазір оқып жатырмыз, иә, студенттер? Осы оқуларыңыз, бойларыңызға жұғып жатыр ма? Жақсы жұғып жатыр ғой, иә? Үлгеріп жатсыздар ма бәрін? Сосын алдарыңызға бір үлкен мақсаттар қойып жатсыздар ма? Сол мақсаттарға жетіп жатсыздар ма? Қиын сұрақтар қойып кеттім ба? Енді осындай бір челлендж дейміз ғой. Бір қиын тапсырманы мойынға алу сіздің танымыңызды жеделдетеді. Танымыңыз жеделдетеді. Сосын Түркияда жүргенде жаңа Ататүрікті айтып тұрмын ғой. Кез келген ауылына барса да, қаласына барса да, бүкіл жерде Ататүріктің ескерткіші тұрады, сөзі тұрады бүкіл жерде. Бүкіл жерде. Ойнайым екен. Дауыс естіледі, ана жер бәрі жасы ойната беріңіз. Мынау Анкараның төріндегі ескерткіш. Анкараны аралап жүрмін. Мынау Ататүріктің суреті, солардың көк қызыл байрағы. Ана жерде жазып тұр. Не мутлы Түркием диене дейді. Ататүріктің айтқан сөзі екен. Қазір қосып қойғаныңыз мен айта берейін. Ана сөз бүкіл жерде жазып тұрады. Мысалы, мына жерде ана сөздің орнында осы сөз жазып тұрады. Бүкіл жерде осындай сөз жазып тұрады. Мысал үшін. Бүкіл жерде. Не мутлы Түркием диене. Мен түрікпін деген адам қандай бақытты деген сөз екен. Мен түрікпін деген адам қандай бақытты. Ал енді біздің Қарағанды осы. Алаш Үшарыстың атамекені, сол атамекенің облыстың орталығы осы Қарағанды қаласы ғой, ірі қала, иә? Осы жерде 45-ші кварталда қандай сөз жазып тұр? Соны қойыңызшы. 45-ші квартал анау. Мына сөз Совет өкіметі кезінде жазылды ғой. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асты ғой. Биыл Алаш автономиясын құрылғанына 105 жыл. Енді осы сөз әлі тұр ғой. Біз не сонда? Осы сөзді өзгерте алмаймыз ба? Біздің жастарымыз қайда? Неге талап етпейміз? Енді мен оғындай үйде жасатып алдым. Әр нәрсе визуализациядан басталады. Әр өзгеріс визуализация, көзге елестету. Ойнамай ма?
Жоқ. Міне осы сөз тұрса қандай күшті. Мен миым осы сөзді қалайды міне. Қазаққа өзі бес үй тұр ғой. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын Әлихан. Әлихан айтқан сөз. Ана тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп айтқан ғой. Енді осы сөз біздің азаматтың, осы Қазақстан Республикасының азаматының жүрегінде, көз алдында тұрса, бұл біздің отан сүйгіштігімізді арттырады. Мына Түркияда жүргенде оларда өзге ұлт өкілдері дейміз ғой, бізден де көп оларда. Бәрі түрікмен деп тұрады. Бірақ сөйлесе келсеңіз, біреу орыс, біреу украин, біреу белорус, біреу қырғыз, біреу татар, біреу тіпті қазақ болып шығуы мүмкін. Әр жағын қарасаңыз. Біреу грек болып шығуы мүмкін. Бірақ түрікмен дейді. Сол сияқты Әлихандар осы территорияда кім тұрады, соның бәрі қазақ деп атаған ғой. Яғни бізде бір тұтастық болса, кез келген мемлекет дамиды, кез келген экономика қарыштайды, кез келген елдің дамуы жоғарылайды, озық елге айналады. Егер бір тұтастық болса. Енді осындай арманымыз бар енді. Арман емес, бұл мақсат. Арман мен мақсаттың айырмашылығын білесіздер ғой, Арман деген құр арман ол. Ол армандай бересіз, жылдар бойы армандауыңыз мүмкін. Ал мақсат, қай кезде мақсатқа айналады арман? Орындалған кезде емес. Нақты сіздің іс-әрекеттеріңіз нақты жоспар болған кезде, нақты жоспар, яғни әр секунд, әр минут, әр апта, әр күн, әр ай, бірнеше ай, әр жыл, бірнеше жыл жоспарланған кезде ол мақсат орындалады. Мына алаш қайраткерлері осы Қазақстанның тәуелсіздігін осы 105 жыл бұрын негізін қалаған кезде осының бәрін армандаған ғой. Мақсат қылған олар. Міне оқулығын шығар, өткенде Қайырбек ағаларыңыз бәрі күшті айтты ғой. Алашордашы, тарихшы, әдебиеттанушы ғалым ағаларымыз, соның бәрі іске асып отыр. Енді біз осы қоғамда тірі болсам деп тұр ғой, тірі болып өмір сүрген кезде біз неге әрекетсіз қалуымыз керек? Мына жерде осы енді мен бір өтініш ұсыныс айтқым келеді. Мына қазір осы апталықта кілең үлкен кісілер сөйлеп жатыр. Менің өзім мысалы жасым 40-та, біз сөйлеп жатырмыз. Неге сіздер іліп әкетпейсіздер? Неге сіздер өз орталарыңызда тек қана ойыншы күлкішілікпен айналыспай, жаңа Халелға басыпты, басқаларын зерттеп, соны шамшырақ темір қазық қылып алып, өз орталарыңызда, өз топтарыңызда, өз факультеттеріңізде, өз университеттеріңізде, өз ауылдарыңыз ба, қалаларыңыз ба, аулаларыңыз ба, неге осы насихат жүргізбейсіздер?